Баршаңызға сәлем. Сіздермен Жүзкеңес денсаулық арнасы. Денсаулығыңызға қажетті пайдалы ақпараттар мен халық емдерін іздеген болсаңыз, арнама қош келдіңіз. Егер сізді алоэның қандай пайдасы бар, оны емге қалай қолданады деген секілді сұрақтар мазалап жүрсе, осы видеоны аяғына дейін көруді және жақындарыңызбен бөлісе отыруды ұсынамын. Бәрімізге белгілі, алоэ өсімдігінің денсаулықты түзеуде керек кезі өте көп. Оның суықтағанды қуатын, мұрыннан су аққанда қабығын ашып тастап, шырынын дәкемен тампон етсе, көп ұзамай ауруды сап тиятын қасиеті көпшілігімізге мәлім. Ерекше күтімді қажет ете бермейтін алоэның тағы қандай қасиеті бар? Егерде құлап қалып, теріңіз жырылғандай, жарақат алған жағдай болса, алоэ жапырағын кесіп алып, сыртындағы жұқа қабатын сыдырып тастап, ауырған, қанаған жерге таңып қою керек. Сыртынан целлофан қойып, оның сыртынан орайсыз. Әдетте жарақаттанған, қан шыққан жерге, әсіресе жазда шаң-тозаң салдарынан инфекция түсіп, түрлі ауру асқынуы мүмкін. Ал алоэ осы асқынуды болдырмайды. Ол микробтардың зиянды әсерін жойып, аурудың алдын алады. Алоэ шырыны бактериялармен күресуде таптырмайтын дәрі. Мәселен, стафилококк, стрептококк, ішек ішіндегі ауру қоздырғыш таяқшаларды күйіктен тері бүлінгенде алоэны қайнатылған салқын сумен жуып, шырынын алады да таза дәкеге сіңдіріп, ауырған жерді орап тастайды. Әбден кеуіп кеткен кезде ауыстыру арқылы емді 10 күн жалғастырған жөн. Жазда салқын су, тәтті балмұздақ жегеннен жас балалардың тамағы жиі суықтап, баспа көтеріліп жатады. Ал антибиотиктер мен ашы дәріні жұтқыза беру асқазанның шырышты қабатын тітіркендіріп, бауырдың жұмысын ауырлатады. Мұндайда 3-4 жылдық алоэның жапырағын астыңғы жағынан мұқият кесіп алып, шырынын шприцпен сорып алады. Оны ауызға шашу керек. Жаңа сығылған шырын ауру қоздырғыштарын жуып, бактерияларды өлтіреді. Алоэның шаштың сәнін келтіруге көмегі бар. Егер шашыңыз баяу өсетін әлсіз, сынғыш болса, басыңызды жуардан 2 сағат бұрын алоэ шырынымен бас терісін жақсылап массаж жасаңыз. Мұны әр бас жуған сайын қайталауға болады. Сонда 15-20 күннен кейін шаштың өңі кіріп, түсуі азаяды. Шаш күтімі үшін алоэ сығындысын дәріханадан алуға да болады. Онда шырынның 20%-на таза спирт қосып, ұзақ сақталуына мүмкіндік жасайды. Үйдегі қолыңызда бар алоэ гүлінің шырынымен басыңызға массаж жасағаннан кейін, оны жуып кетірудің сәл қиынға соғатындығын ескеріңіз. Иммунитетті көтеруде де алоэның пайдасы зор. 200 грамм алоэ шырынына 300 грамм бал, 350 грамм қызыл шарап, яғни виноны араластырып, үй температурасында 7-8 күн жабық ыдыста ұстайсыз. 7-8 күн тұрып дайын болған қоспаны әр астан бұрын күніне 2 рет шай қасықпен таусылғанша ішіп жүру керек. Болмаса 500 грамм жаңа кесілген алоэ жапырағын грек жаңғағы дәнімен араластырып, ет тартқыштан өткізіңіз. Оған 1,5 стакан балды араластырып, тамақтан соң 1 ас қасықтан күніне 3 мезгіл 1 ай бойы ішуге де болады. Демікпеге жас алоэны езіп, шырынын күніне 3 рет, әр ретте 5 миллиграмнан ішесіз. Ал шиқанда іріңді жараларды алоэның жапырағын тіліп, жараның аузына тарту қажет. Шиқанның соқтасын соруға, тез жазылуына, әрі қарай созылмауына алоэ жапырағы өте жақсы көмектеседі. Ал енді назарларыңызға алоэден жасалатын 10 дәрмектің түрін ұсынамын. Суық тигенде бұл қоспаны дайындау үшін сізге 300 грамм алоэ жапырақтары, 3 ас қасық бал және 3 ас қасық спирт қажет. Жапырақтарды ет тартқыштан өткізіп, бал мен спиртті қосып, жақсылап араластырыңыз. Күн сайын 1 шай қасықтан 3 мезгіл қабылдау керек.
Мұрын бітелгенде алоэның балғын сығындысына 10-нан 1 қатынасында қайнаған су құясыз. Ерітіндіні науқастың жағдайы жақсарғанша күніне 2-3 реттен тамызуға болады. Гайморит. Бірдей мөлшерде алоэ шырынын, сүйел шөп, яғни чистотел және бал керек. Бәрін жақсылап араластырып, күніне 5-10 тамшыдан 3 мезгіл тамызып, шайып тастау керек. Жөтел кезінде жарты стакан алоэ шырынын 3 ас қасық бал және 50 грамм тұздалмаған сары маймен араластырыңыз. Күн сайын 2 рет тамақ алдында 1 ас қасықтан қабылдаңыз. Емдеу курсы 1 аптадан кем болмауы керек. Тамақ ауырғанда. Каланхоэ гүлі де әр үйден табылатын бөлме өсімдігі. Оның шырынын тура сол мөлшердегі сумен араластырып, күніне бірнеше рет тамағыңызды шайыңыз. Тамақ ауруы бірден басылады. Құлақ ауырғанда. Ауырған құлаққа 1-2 тамшы каланхоэ шырынын тамызу керек. Жаңа сығылған шырынға мақта тампонын малып, құлаққа 20 минутқа қойыңыз. Кемі 10 күн, күніне 2-3 рет қайталау керек. Теріскен шыққанда. Алоэның орташа жапырағын, яғни 5 граммды ұнтақтап тураңыз. Оны қайнаған салқын суға малып, 6-8 сағатқа қалдырыңыз. Сүзіп алып, мақтаны осы тұнбаға малып, теріскен шыққан көзге басу керек. Көз ісіп қызарғанда. Компьютер экранға ұзақ уақыт қарау салдарынан көз қызарып, жанары бұлдырай бастаған жандар каланхоэ шырынын көзге 1-2 тамшыдан күніне 3-4 рет тамызса нәтижесін көреді. Жара, жарақаттар кезінде. Алоэ жапырағын кесіп алып, жараның үстіне таңып қою керек. Бірнеше сағаттан кейін жара кішірейе бастайды. Жапырақты бірнеше рет ауыстырған дұрыс. Күйік шалғанда. Кесілген алоэ жапырақтарына бал қосып, 30 күн қараңғы жерге қоямыз. Дайын болған кезде жапырақтарды одан да ұсақ етіп турап, қайтадан бал қосып, компресс түрінде қолданамыз. 50 грамм каланхоэ жапырақтарын тартқыштан өткізіп, оны 2 қабатталған дәкеге салып, күйік немесе үсік шалған жерге таңу керек. Оны әр 8-10 сағат сайын ауыстырып тұрған жөн. Ал оның шырынына жұмыртқаның ағын қосып, күйік шалған жерге жақса тез жазылады. Есіңізде болсын, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, алоэ биологиялық белсенді заттарға өте бай өсімдік. Жер бетінде алоэның 400-ден аса түрі кездеседі, бірақ тек 20 түрінде ғана емдік қасиет бар. Алоэ жапырақтарында 75-тен аса пайдалы микроэлементтер бар. Олар ағзаның ауруға қарсылығын күшейтіп, ас қорыту жүйесін реттейді. Айтылған мәліметтер кәделеріңізге жарайды деген ойдамын. Қандай да бір емді жасамас бұрын жеке дәрігеріңізбен міндетті түрде кеңесіңіз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.